кішкене. Мен бастай берейін. Құрметті команда, құрметті серіктестер, құрметті қонақтар, қайырлы кеш бәріңізге. Онлайн кеңістікте Инстаграм желісінде бүгінгі күні сіздермен кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Енді бүгін керемет компанияда, біздің компанияда болып жатқан жаңалықтар туралы сіздерге айтып өткім келіп отыр. Ол туралы таныстырып өтетін, өзімді қысқаша таныстырып өтетін болсам, менің аты-жөнім Рыскүл Мусина. Осы Oriflame компаниясында бірнеше жылдан бері тұрақты сенімді серіктеспін. Яғни осы компанияның арқасында жанұяма өзімнің қосымша 20 күн сайын табысымды тауып отырмын. Осы компания арқасында бірнеше рет шетелге де қыдырып демалып келдік. Швецияға, компанияның шыққан еліне барып кеттік кәдімгі. Турцияға, Стамбулға, одан қалды Грецияның қалаларына, әртүрлі Афины қалаларына барып қыдырып, компания арқасында тегін демалыстарға барып келген болатын, мұның осында компанияда жұмыс жасағанның арқасында. Енді мен қазір сіздерге бүгінгі күні каждый 20 күн сайын, бізде әр 20 күн сайын жаңадан каталог шығып тұратын білетін боларсыздар. Бізде 2 айда 3 рет каталог шығады, және де 1 жылда 17 рет каталог шығады. Яғни бізде қазір жүріп отырған номер 7-ші каталог. Осының ішінде керек өнімдеріңіз болса, мысалы бүйтіп қарап өздеріңізге керек нәрсені таңдап алуыңызға болады да. Біз көбінесе енді қазіргі заманға байланысты, заманға сай, көбінесе онлайн каталогты таратамыз адамдарға да, онлайнмен қарап, мысалы соткадан бүйтіп ашып, ссылкасын ашып қарай беруге болады. Бірақ дегенмен, адам енді қанша дегенмен мынадай аудиал адамдар болады да, мысалы естіп тыңдағанды жақсы көретін адамдар болады, визуал адамдар болады, олар көргенді жақсы көреді. Мысалы кинестетик адамдар болады, көріп, ұстап, иіскеп, мынадай қолмен ұстап дегендей сияқты көргенді жақсы көретін адамдар болады. Бірақ соның ішінде көп адам қолмен ұстап қарағанды жақсы көреді екен негізі. Өзін қарап, осы жерде иістерін иіскеп қарағанды жақсы көреді. Сондықтан компания сіздің заказыңызға, әр заказыңызға бір каталогты 40 теңгеден қосады осындай. Сол 40 теңгенің каталогын алуыңыз керек. Және де осы 7-ші каталогтен бастап компания бүкіл Қазақстан Республикасында бірдей, барлық елге бірдей балбонысы бар заказ салған кезде сіздің заказыңызға 40 теңгенің каталогын біреуін салатын болса, одан басқа қосымша 3 каталогты қосымша бір каталогты 305 теңгеден қосады. Яғни ол дегеніміз, мысалы 3 каталог 840 теңгеге сіз 3 каталог сатып алады екенсіз. Және 5 каталог сатып алатын болсаңыз 1250 теңгеге, не болмаса әрқайсысы 250 теңгеден келеді. Негізінде каталогтың толық бағасы, біреуінің бағасы 305 теңгені құрайды. Жаңадан келген бүкіл партнерлардың бәріне компания сол 840 теңгеге беретін 3 қосымша каталогты сіз заказыңыздан отказ жасамай алатын болсаңыз, сіздің таныстарыңызға, достарыңызға, барған жерге, мысалы қонаққа барсаңыз, мысалы біреудің үйіне барсаңыз да, сол кезде бірге сумкаңызға бір каталог алып жүрген жақсы. Яғни каталогыңыз көп болса, сіз көп деген дүкеннің иесі ретінде өзіңізді сезінуге болады. Себебі каталог бізде мини-магазин деп аталады. Яғни бұл бір жерде тұрып қалмайды, яғни әрлі-берлі жүріп жүретін біздің инструмент та, былай қарағанда магазин. Яғни мысалы бір каталог сіздің үйіңізде міндетті түрде болсын, өзіңіздің қол астыңызда. Яғни біреу заказ беретін болса, тағы басқа нәрсе сұраса, сіз осы каталогтың ішінен қарап көруге өте ыңғайлы да. Екінші, қалған мысалы 4 каталог бар ма қолыңызда, 5 каталог алдыңыз ба, не болмаса солардың барлығын өзіңіздің жүрген жеріңізге, барған жеріңізге, таныстарыңызға, достарыңызға, ағайындарыңызға барған жерге көрсетіп таратып беріп кету керек. 2-3 адамға мысалы қалған 4 каталогыңызды 3 күнге, 2 күнге тастап кетемін, алып кетемін дейтін болсаңыз, сіздің міндетті түрде тапсырыстарыңыз, яғни жақсы заказдарыңыз болады. Чем онлайн каталог қарағаннан гөрі мынадай каталог қарағаннан жақсы заказ жинауға болады. Сол себепті компания қазір уақытта каталог әр үйде болу керек деген принциппен компания жұмыс жасап жатыр. Сол себепті каталогке салған ақша, ол сіздің өзіңіздің бизнесіңізге, өзіңіздің табысыңызға салған ақша деп есептеуіміз керек. Яғни мысалы стартап программа өтетін адамдарда тоже самое. Бір каталог 305 теңгеге келеді, бір каталог 40 теңгеге келеді, және де 5 каталог алуға болады 1250 теңге, не болмаса 3 каталогты 600 теңгеден алуға болады. Яғни 230 теңгеге 100 балл жасағандарға да.
Одан қалды мысалға уже бірінші шаг ары қарай өте берген адамдарға тоже привилегия қосыла береді. 10 штук каталог аламын десе 2300 теңгеге алуға болады. Яғни бір каталог 230 теңгеден келеді. Ал бүкіл 150 баллоннан жоғары заказ жасаған адамдар мысалы 1 штук, 3 штук мысалы 280 теңгеден, не болмаса 5 штук 250 теңгеден алғаннан бөлек 10 штук алатын болсаңыз 230 теңгеге келеді. Және де 25 штук алуға болады. Онда 4500 теңгеге келеді. 25 штук каталог, 1 штугы 80 теңге, 180 теңгеден келеді екен. Сондықтан компания осы каталогтермен жұмыс жасауға көп көңіл бөліп отыр. Сондықтан каталог көп болса сіздің саудаңыз да көп болады, пайдаңыз да көп болады. Командаңызға келетін адамдарыңызды, мысалы шақырғыңыз келетін адамдарды да қолына каталог беріп кететін болсаңыз, бұл адамдар қуана-қуана сізге келеді. Яғни 5 каталог алатын болсаңыз 1 каталог тегін келеді, 10 каталог алсаңыз 2 каталог тегін келеді, не болмаса 25 каталог алатын болсаңыз 5 каталог тегін келеді деп өзіңіз есептесеңіз болады да. Яғни набор мен каталогты алғанның пайдасы көп. Сол себепті каталог әрбір үйде болу үшін әрбір консультант, яғни әрбіріміз, әрқайсымыз осы каталогты көбірек таныстарымызға таратуымыз керек. Және осы қазіргі уақытта қазіргі каталогте жүріп жатқан акцияны білесіздер да. Когда сбываются мечты деген акция жүріп жатыр қазіргі уақытта. 7-ші каталог, 8-ші каталогте жүріп жатқан білесіздер да. Одан бұрын мен сіздерге айтып кетейін, қосымша бізде Норскин мынадай каталогтері бар да. Норскин каталогтердің ішінде керемет бижутериялар бар. Мынау кәдімгідей натуральный тастар, керемет мынадай очкилер бар. Біздің очкилер көзіңді ауыртпайды, басыңды айналдырмайды. UV 400 деген защитасы бар. Яғни уже өзіңіздің формаңызға, бет формаңызға байланысты қандай түрі ұнайды, классический ма, мынадай деловой ма, не болмаса басқа мысалы молодежный түрлері ұнай ма, соларды таңдап алуыңызға болады. Очкилер бар, сағаттар бар. Және де одан басқа мынадай қымбат қолдан жасалған қымбат тастардан, натуральный тастардан жасалған мынадай бижутериялар бар. Яғни сіз бұлардың барлығын таңдап алуыңызға болады. Өзіңіздің қасында қандай тас, әр тастың әртүрлі күш беретіні бар. Оны интернеттен іздеп қарасаңыз көріп оқуға болады. Мысалы топаз не үшін, розовый мысалы мынадай гранат не үшін, мысалы жемчуг қандай нәрсеге табуға көмектеседі да, яғни қандай күші бар деген сияқты әр тастың өзінің күші болады, энергетически беріп тұратын. Солардың барлығын осы керемет өнімдердің Норскин каталогының ішінен таңдап алуларыңызға болады. Бұл каталог 3-4 айға бір шығады. Яғни ішіндегі өнімдерді өзіңіздің қалауыңызға байланысты сақина қандай тағатын болсаңыз, солардың размерлері бәрі сол каталогтың соңғы жағында белгіленіп тұр. Каталог туралы айтып кетіп жатқасын мен қосымша айтып кетіп жатырмын да. Одан басқа қазіргі уақытта бізде когда сбываются мечты атты акция жүруде. Яғни осы акция бойынша 7-ші, 8-ші каталогтың ішінде керемет пастельный набор сыйлыққа алуға болады. Мына адам өзінің үйіне келгенде өз үйі өлең төсегім деп мысалы жатады ғой да. Яғни сіз жатқан кезде, сол ұйқыға жатқан кезде сіздің жататын пастеліңіз жұмсақ, денеңізге жағымды, мынадай прям с удовольствием рахаттанып жататындай болғанын қалайсыз ғой да. Сол сияқты сол үшін компания бізге қазіргі уақытта Zugo деген керемет мынадай өнімдерді бар екенін білесіздер ғой да. Сол өнімдерден пастельный набор сыйлыққа алуға болатын мүмкіншілік беріп тұр. Енді 4 адам мынадай 4 қадам бойынан жаңадан келген кеңесшінің сыйлық алатынын бәріміз де білеміз да. 4 қадам бойына бірінші қадамда сіз жаңадан келген кеңесші 30-35 мың теңгеге сауда жасайтын болса, где-то 15 мың теңгедей тұратын парфюмді, яғни қазіргі уақытта эклад женский және мужской тұр, эклад уикенд және мужской қара эклад, соның біреуін 990 теңгеге алуға. Екінші қадам өткенде, екінші қадамда новичоктың подаркасы Jardani Gold сериясы бар. Бізде керемет декоративный косметиканың ішінде ең жақсы серия болып есептелінеді. Соның ішінен тональный основасымен тушын алуға болады. Үшінші қадам бет күтімі эссенза деген сұйықтық бет сүртуге арналған Nova Age деген сериядан ең қымбат, ең керемет серия бет күтіміне арналған. Және де ночной крем маскасын алуға болады. Және мына жерде бізде 4-ші қадамда компанияның беретін wellness өнімдері бар. Яғни wellness өнімінің ішінде именно коктейльмен омега 3-ді 990 теңгеге новичок ретінде алуға болатын. Оның бәріңіз де білетін боларсыздар деп ойлаймын да. Сонда да айтып кетіп отырмын. Енді новичок болсаңыз да, сіз бұрыннан келе жатқан адам болсаңыз да, жаңадан тіркелейін деп тұрған адам болсаңыз да, өзіңіздің сол алатын сыйлықтарыңыздан бөлек новичок болсаңыз да, сол 3 танысыңызды, небәрі 3 танысыңызды өзіне керек өнімдерді, мысалы шаш күтімі керек па, дене күтімі керек па, мысалы каталогтың ішін қарайтын болсақ, бүкіл полный адамға күнделікті қажетті өнімдердің барлығын компания шығарады, өзі зерттейді, өзі тексереді, өзі сатуға шығарады да. Яғни мысалы біз таңертең ұйқыдан тұрған кезде ең бірінші
манағыдай тамақ ішуге жүгірмейміз, ең бірінші бет қолымызды жууға жүгіреміз ғой да. Яғни тісімізді жуамыз, бет қолымызды жуамыз, сабын пайдаланамыз, гель пайдаланамыз, шампунь пайдаланамыз, яғни тіс пастасын пайдаланамыз да. Яғни сол өнімдердің барлығын сіз егер Oriflame алмайтын болсаңыз, бәрібір бір жерден алу керек. Ол өнімдерді белгісіз бір жерден алғанша, өзіңізден өзіңіз осы каталогтен, өзіңіздің магазиніңізден алатын болсаңыз, сіз өте жоғары сапалы европалық бренд, европалық сапамен шыққан, яғни өнімдерді сіз өзіңізге пайдаланасыз да. Яғни одан бөлек мысалы мына жерде боянатын декоративный косметика бар ішінде, әртүрлі лактер бар, әртүрлі парфюмдер бар, ер адамдарға, әйел адамдарға арналған, мысалы жастарға арналған деп шығады да. Wellness өнімдері бар, оны білесіздер де, денсаулықтың жақсы болуы үшін арналған, яғни витаминдер ер адамдарға, әйел адамдарға, балаларға деп бөлінеді да. Солардың барлығын алғанның арқасында компания сізге сол тауар айналысын ұйымдастырғаныңыз үшін сізге табыс төлейді. Яғни табыс бізде 3%-дан 22%-ға дейін. Енді мен бүгінгі тақырыбым ол емес, мен компанияның жаңалықтары туралы айтқалы отырмын, сол себепті қысқаша айтып кетіп жатырмын сонда да. Яғни сіз қандай деңгейде болсаңыз да, жаңадан келсеңіз де, бұрыннан бар болсаңыз да, Oriflame компаниясында 3 танысыңызды, небәрі 3 танысыңызды тіркейтін болсаңыз, 3 танысыңыз өзіне керек өнімдерді осы каталогтың ішінен кем дегенде 100 баллоныңызға таңдап алатын болса, компания сізге как 3 танысыңызды шақырып тауар айналысын ұйымдастырғаныңыз үшін сізге рахмет ретінде табысыңыздан бөлек зарплата шығарады, плюс еще сыйлық береді, плюс еще одан бөлек Zugo комплектный наборды, яғни оның бағасы почти 25 000 теңге тұрады, соны сізге компания 790 теңгеге береді, айтқым келіп отырғанда. Осы каталогта сондай акция болып тұр. Енді келесі каталогта, келесі 8-ші каталог болады, осы 20 күн сайын бізде каталог бітеді, яғни 2 айда 3 каталог шығады, 1 жылда 17 каталог шығады. Яғни осы каталог 29 майда бұйырса бітеді, одан кейін жаңа каталог басталады. Сол кезде сіз келесі каталогте 3 танысыңызды тіркейтін болсаңыз, тағы сізге компания керемет пледті сыйлыққа береді. Бұл пледтің бағасы 39 500 теңге тұрады. Яғни почти 40 000 теңге тұратын пледті сізге компания 790 теңгеге береді. Және одан бөлек компанияда лидерлерге, яғни директорлерге арналған әртүрлі условиялар болады әр каталог сайында. Негізі айтады, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом дейді. Яғни Oriflame компаниясында да сіз келгеннен кейін тек қана жай кеңесші болып қана қоймай, яғни менеджер, одан да жоғары директор, одан да жоғары дәрежеге жетуге тырысу керек. Яғни сонда сіз уже директор дәрежесіне жету үшін сізден ешкім жоғары білім сұрамайды, сізден ешкім ағылшын тілін білесіз бе деп сұрамайды, сізден ешкім мысалы орыссыз ба, қазақсыз ба, қай тілде сөйлейсіз, орысша сөйлейсіз ба, қазақша сөйлейсіз ба, оны ешкім сұрамайды. Яғни 14 жастан бастап 90 жасқа дейінгі кез келген адам Oriflame компаниясының директор, золотой директор, сапфир директор, бриллиант директор, исполнительный президент, бриллиант и президент дәрежелеріне өзінің еңбектенуіне байланысты жете алады. Самый главный адамның өзінің желаниесі, өзінің ішін еңбек қорлығы болатын болса, адам қай дәрежеде, қашан тіркелсе де, өзінің шақырған бір немесе бірнеше спонсорлардың басы қосып кетуге болатын мүмкіншілігі бар. Өзінің жұмыс жасауына байланысты да. Сіз мысалы үкіметте жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз айта алмайсыз, мен мысалы мектептің директоры боламын. Осы кеше ғана мен оқу бітіріп келдім, 5 жыл оқып келдім. Яғни мен уже келе сала мектептің директоры боламын деп айта алмайсыз да. Сіз ол жерде мектептің директоры, ол кісі бірнеше жылдан бері отырған адам, ол кісі өзі яғни сіз келді екен деп, мен орныма отыра ғой деп, сізді орын босатып бере қоймайды ғой, солай емес пе да? Яғни бізде Oriflame компаниясында сіз оған ешқандай байланыс жоқ, қатысы жоқ. Сіз қашан келсеңіз де, қай уақытта келсеңіз де, сіздің өзіңіздің жұмыс жасаватсыз, қалай жұмыс жасаватсыз, көп жұмыс жасаватсыз ба, көп еңбектендіңіз ба, көбірек іс-қимыл жасадыңыз ба, яғни сіздің табысыңыз да, жететін жетістігіңіз де көп болады, үлкен болады да. Яғни өзіңіз қаншалықты еңбектенесіз, соншалықты табыс таба аласыз Oriflame компаниясында. Яғни мысалы лидерларға компания қазір уақытта бөлек условия береді. Яғни лидерларға 15% рекрутирование деген бар бізде команда бойынша жасалатында, 70% команда активность 100% болса, мысалы 70% активный болу керек. Және де 3 личный өзі кісісін тіркеу керек, және де өзі 200 баллон заказын жасау керек, этический кодексті бұзбау керек. Яғни компанияда, біздің компания проходной двор емес, кез келген адам басқа бір Oriflame компаниясынан басқа бір адамға тіркеліп тұрған адам болатын болса, ол кісі біздің командаға келіп тіркеле алмайды, болмайды да. Яғни заң солай. Яғни күйеуі басқа бір жерде тіркеліп тұрса, әйелі басқа бір жерге тіркеп алуға болмайды да. Яғни ол үшін компания этический кодексті бұзған адамға блок қояды, сол кісіні компаниядан тіпті табысын кесіп тастап, жұмыстан Oriflame'нан шығарып жіберуге дейін барады. Сондықтан біздер этический кодексті өте қатты сақтайтын адамдармыз. Яғни бізге тіркелмеген, бұрын ешқандай еш жерде тіркелмеген, тіркелсе де компаниядан шығып кететін адамда 4 каталог, 8 каталог,
17 каталогтан кейін компания шығарып тастайды. Шығарып тастағаннан кейін барып қана адам тіркеле алады басқа адамға да. Егер де әйел тіркеліп тұратын болса, күйеуі сол әйеліне тіркелу керек міндетті түрде. Күйеуі тіркеліп тұратын болса, бір жерде әйелі міндетті түрде сол адамның артына тіркелу керек. Бір туған, бір ағайындар тоже бір командада болу керек да. Яғни сондай этический кодекстері бар компанияның, соларды бұзбау керек. Яғни солардың бәрін условияны орындаған үшін компания сол орындаған адамдардың бәріне Зугоның набор, постельный набор 61.900 теңге тұратын керемет қымбат постельный наборды 790 теңгеге береді. Яғни сіз 790 теңгеге аласыз. Мысалы, директор дәрежесіне, мысалы, бізде адамдар бір айда жететін бір каталогте, 2 каталог, 3 каталог, 5 каталог, мысалы, бір жылда жететіндер бар. Яғни адамның өзінің уақыт бөліп еңбектенуіне байланысты. Енді условия для лидеров келесі каталог бойынша утюг, паровой утюг, Philips деген утюгтың мынадай набор, в общем, мынадай астында подставкасы бар, үлкен керемет әдемі, су құюға ыңғайлы, пар шығарады, ешқандай күйдірмейді, тез үтіктейді, яғни регулировка жасап несін қажет жоқ, өзі үтіктеп тұрған кезде регулировка жасай береді екен. Бағасы 109.990, яғни 110.000 теңгенің сол утюгін компаниядан 790 теңгеге алуға болатын мүмкіншілік бар. Сол туралы айтып кетейін деп отырмын. Енді мына жерде бізде Oriflame компаниясына тіркеліп жұмыс жасамай қалған адамдар болады. Жұмыс жасамай қалған адамдар болады. Сол адамдар егер де тіркелген күннен бастап, мысалы, уже бір 3-4 каталогтен жұмыс жасамай қалған болса, мейлі ол ер адам болсын, мейлі әйел адам болсын, спящий консультант қатарына қосылып кетеді. Спящий консультанттар осы каталогте оянып 125 баллоннан жоғарыға тапсырыс жасайтын болса, сол заказында Озеро Новой Зеландии деген керемет жасыл гель для душа Discover сериясынан 390 теңгеге алады. Негізі оның толық бағасы 1000 теңгедей тұрады. Соны 390 теңгеге ала алады. Привет. 390 теңгеге алады. Егер де спящий адамдар, келесі каталогте мысалға ұйқыда жатқан адамдар деп есептелінеді. Яғни оянып, оларға каталог беріп, олар керек нәрсемді аламын деп кем дегенде 50 баллонға келесі каталогте тапсырыс жасайтын болса, онда сол адам 8-ші каталогте жасаған үшін 9-ші каталогте 1990 теңгеге коробканың ішінде тұратын керемет Воларе деген набор бар. Парфюм, Воларе розаның иісі шығады. Және де қасында спрей, лосьон для тела компаниядан сыйлыққа алынады. Яғни мен қазір сіздерге акциялар туралы, қазіргі уақытта жаңалықтар туралы, каталогта алуға болатын мүмкіншіліктер туралы айттым. Енді керемет, вау дейтін жаңалықтар туралы айтқым келіп отыр сіздерге, да? Яғни осы бұл жаңалықтар көбінесе директор, старший директор, золотой директор және одан да жоғары адамдарға қатысты. Былтырғы уақытта болды осындай акция. Былтырғы жылмен салыстырғанда, егер де сіз осы өткен каталогта директор болсаңыз, осы каталогтарға басып қатысасыз, 7 мен 8-ші каталогтарына шығарып тұр. Егер де сіз осы каталогта директор дәрежесіне, старший менеджер дәрежесіне шықсаңыз, келесі каталогте сіз соған қатыса аласыз. Яғни ол дегеніміз старший менеджер и выше адам дәрежесіне болдыңыз да, мысалы, с отрывом өзіңіздің астыңыздағы командадан адамдардан да, личный өзіңіздің 200 балл бонусыңызды жасадыңыз, 15% рекрутирование, 70% активность дегенді салдыңыз, және де условиясын орындадыңыз, және де келесі, осы қазіргі 7-ші каталог бар ма, 2021 жылғы, былтырғы жылғы 7-ші каталог 2020 жылғы 7-ші каталогпен салыстырғанда сіздің бонусыңыздың росты болатын болса, компаниядан 50.000, 75.000 және 100.000 яғни мысалы алуға болады. Яғни мысалы егер де былтырғы каталогпен салыстырғанда биылғы 7-ші каталогте сіз 8-ші каталогте 1000 балл бонусқа прирост жасасаңыз 50.000 теңгеге рост болады, бонус болады, вернее, да, премия сияқты қосылады. Яғни 2000 балл бонусқа рост болатын болса, онда 75.000 теңге бонус қосылады. 3000 балл бонусқа прирост болатын болса, не болмаса жаңадан 1,22% команда өсіріп шығаратын болсаңыз, 100.000 теңге бонус болады. Былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылда, да. Каждый каталог, өткен каталогте де, 7-ші каталогте де, 8-ші каталогте де сол бонустарды алуға болады. Және ол мысалы бізде Oriflame компаниясы бүкіл адамдарға арналған ғой, да, мысалы новичоктарға да, бұрыннан келе жатқан адамдарға да бәріне керемет мүмкіншіліктер бере береді. Компания соған сол мүмкіншіліктер туралы, компанияның философиясы қандай гордый, адам гордиться ететін фактілері қандай, мысалы 50 жылдан астам бүкіл дүние жүзінде жұмыс жасап жатыр. Ешқандай, мысалы келесі жыл 55 жыл болады, ешқандай атын да өзгертпеген, Қазақстанда да тіркелген, налогын төлеп, патентін төлеп, официально, легально жұмыс жасап келе жатырған, бүгін ашылып ертең жабылып қалатын компания емес, та. Яғни өте керемет сенімді компания екендігі туралы және де компанияның беріп тұрған мүмкіншіліктері туралы тереңірек білгіңіз келетін болса, 24 май күні, яғни осы алдымызда келе жатқан 24 май Instagram каналда
Айгерім Жолжанова және Айгерім Байдилова, Алисия Ерзина дейтін компанияның сотрудниктері компания туралы тереңірек мағлұмат береді. Сол инстаграм страницада, сол жерге сіздер өзіңіздің таныстарыңызды, достарыңызды, ағайын туыстарыңызды, өзіңіздің шақырғыңыз келіп жүрген адамдарды сол жерге тікелей эфирге қосуға болады. 16:00 Астана уақыты бойынша, Атырау уақыты бойынша 15:00-де қатысуға болады сол мынадай кездесуге да. Яғни создана Швеция тренинг красота деген тренинг болады. Красота создана Швеции деген тренинг болады да. Яғни соған адамдарды бүйтіп шақырып қатысуыңызға болады. Егер даже болмай тікелей эфирде қатыса алмай қалған күннің өзінде ертең записі болу керек бұйырса, записін де достарыңызға жіберуге болады да, яғни таныстарыңызға. Өзіңіздің сөзіңіз жетпей жүрген адамдарға сол жерге қосатын болсаңыз, көп нәрсені түсініп, адам қуана әрқилым сіздің тобыңызға қосылатын болады. Сондықтан 24 май күні, яғни 24 мамыр, Атырау уақытымен 15:00, Астана уақытымен 16:00-де тікелей эфирге бәріміз бірге қатысайық дегім келеді. Және 24-25 августте Риксис Паровойға баруға болады. Риксис Паровойға бару үшін 5 каталог пен 9 каталогтың аралығында компания беріп тұрған мүмкіншілік бойынша, мысалы, хотя бы 3 каталогты сол условияны орындау керек болды. Условияны өткенде бірнеше рет айтқан болатынбыз. Яғни білетін боларсыздар, ол біріншісі өзіңіз 3 Q рекорд жасау керек. Яғни 3 танысыңызды тіркеу керек. Екіншісі өзіңіздің 150 балл болсаңыз жоғары балл болсаңыз жасау керек. Және де өзіңіз 15%-тен жоғары дәрежеге шығуыңыз керек. Яғни 15% рекрутирование, 70% активность дегеніңізді командамен бірге қосып орындау керек. Яғни 5 каталогтың ішінде 3 каталог кем дегенде сол условияны орындайтын болсаңыз, сіз Риксис Паровойға 24-25 август күні осы биылғы жылы бара аласыздар. Яғни ол дегеніміз осы 5-6 каталог өтіп кетті. Яғни 3 рет условиясын орындау керек. 7, 8, 9 қалмастан барам десеңіз, міндетті түрде сол условиялардың бәрін орындау керек. Егер де түсінбей тұрған болсаңыз, спонсорыңызға не болмаса маған жекеме хабарлассаңыз, мен сіздерге қуана толықтай түсіндіріп айтып беретін боламын. Және керемет жаңалық болайын деп тұр. Енді бұйырса мына еліміз тынышталып, пандемиямыз бітіп, яғни халықтардың денсаулығы жақсарып, өзіміз елге басқа қалаларға шығуға болатын мүмкіншіліктер жайлап ашылып келе жатыр ғой, еліміз жақсарып, заманымыз тынышталып. Яғни соған байланысты компания бұйырса 24 сентябрь күні мега форум өткізгелі отыр. Мега форум дегеніміз, яғни ол Алматыда болады. Керемет кездесу. Біз сондай мега форумға соңғы рет айталық қай жылы бар, көп болды бармағанымызға да, осы пандемия болып одан қалды жауып қалды да. Яғни сол осы компанияға мега форум деген ол үлкен кездесу. Ол жерде энергия аласыз, ол жерден күш аласыз, қуат аласыз, ол жерден білім аласыз, ол жерден өзіңіз сияқты жетістікке жеткен адамдардың жетістіктерін көріп, өзіңіз де соған жетістікке жету үшін мотивация алып келесіз да. Сондықтан біз қанша дегенмен мысалы онлайн деп бір-бірімізбен онлайн арқылы кездескенмен, живой кездесуді ешкім мысалға жоққа шығара алмайды ғой да. Мысалы, чем просто былай телефонмен сөйлескеннен гөрі кездесіп сөйлесетін болсақ, мысалы, бір-бірімізге более тесно общаться етіп, қуанып, бірімізді көргенімізге риза болып мәз боламыз да. Яғни сол сияқты компания сол үшін мега мероприятие жасап тұр. Ол шыққан кезде ертең билеттер сатылады. Сол билетті барайық, бәріміз бірге компанияның мероприятиясына қатысайық, алдын ала билет сатып алайық, тіпті самолетке сатып алатын болсаң да, арзанға шығады. Пойыздан арзанға шығатын самолеттің билеттері бар да. Яғни тезірек барып, тезірек келу үшін. Және керемет тағы бір жаңалық, осы жақында 1-2 күн бұрын көріп қойғам, менде Фейсбукта өзімнің друзьямда осы Oriflame лидерлары бар, Турцияның Өзгүл Сенгелді бар, мысалы да, лидері да, бірінші номер 1. Одан қалды мысалы Россиядан Рада Никитина, Нина Кулыгина деген біздің жоғарғы спонсорларымыз болады. Мысалы параллель бұрыннан келе жатқан адамдар да, соларға да бір-бірімізге тіркеліп қойғанбыз, бір-бірімізге әртүрлі лайк басып сөйтіп отырамыз да. Енді бірақ енді сол кісілердің сторисынан мен көрдім, Россияда банкет директоров болып жатырған. Яғни мен ойладым, бізде Қазақстанда болмай екен банкет деп ойладым да. Былтыр біз банкет директоровтың условиясын орындадық та, бірақ банкетке баратын мүмкіншілік болған жоқ. Себебі компания пандемияға байланысты оның бәрін отмен жасап тастады, елдегі жағдайға байланысты. Және бізде сол бармай қалған адамдардың бәріне компания бізге не берді? Үйімізге сыйлық жіберді. Сыйлық үлкен коробканың ішінде келді, әдемі ішінде конфеттері бар, тушы бар, компания жаңадан шығартқан несі бар. Солардың барлығын қош келіп жатсыз. Яғни солардың барлығын компания бізге сыйлыққа жіберді да. Яғни сол сияқты 25-24 күні мега мероприятие болатын болса, мега форум болатын болса, Алматыда 25 сентябрь күні банкет директоров болады. Банкет директоровқа директор және одан да жоғары дәрежедегі адамдар шақырылады. Яғни сондықтан сол банкетке баруға условиясын орындап қойғандар, былтыр орындап қойғандар барады, биыл тағы да орындау үшін, яғни осы 7 каталогке дейін, яғни
вернее, новый звание, ана 7-ші каталогтен бастап 6-ші каталогке дейін жаңа звание ашып жабатын болсаңыздар, яғни компания келесі жылы осы жылғы банкетке алып кетеді да. Ал осы 22-ші жылғы банкетке бару үшін 7-ші каталог пен 6-ші каталогтың арасында 22 және одан да жоғары дәрежеге жететін болсаңыз, сіз келесі 22-ші жылдың банкетіне баруға болатын мүмкіншілік бар. Яғни, мысалы, директор болсаңыз, жаңа званиесі бар адамдарға 2 адамға баруға болады. Мысалы, для новых бриллиант директорлерге 4 адам алып барады да. Мысалы, исполнительный команда 6 адам, президентский команда 8 адам өзінің командасынан болсын, басқа таныстарынан болсын алып баруға болатын мүмкіншіліктер бар. Және де жаңадан келген кеңесшілер болады. Мысалы, бұрыннан келе жатқан кеңесшілер енді өткен каталогтерде акциясының условиясын орындаған болса қосылды да, осыны орындамаған болса олар қосылмай қалады. Жаңадан келетін адамға 4-4 жымина максимум акциялар болып жатыр. Оны яғни 12-ші каталогке дейін жаңадан келген адам тіркеліп сол условияларын орындайтын болса, келесі 22-ші жыл 55 жылдық компанияның юбилейіне байланысты Турцияға тегін тусовкаға, яғни демалысқа баратын мүмкіншілігі бар. Жаңадан келген адамдардың мүмкіншілігі өте көп. Және одан басқа double speed деген программа бар. Яғни ол дегеніміз бұрында мысалы 8 каталог бойында бір званияны ұстап шығатын болсақ, қазір 4 каталогтың ішінде өзіңіздің званияңызды қорғап шығасыз да түгелдей, өзіңіздің жартылай бонусыңызды, мысалы $1000 болса жартысын келесі 4 каталогтан кейін аласыз да, $2000 болса мысалы жартысын, мысалы $3000 болса жартысын, мысалы $10,000 болса жартысын уже алдын ала ала беруге болатын мүмкіншілік шығарып қойды. Сол программа бойынша ол double speed программасы осы 2021 жылдың осы 17-ші каталогіне дейін жүреді. Сондықтан жаңа звание жасап, осы аралықта бүкіл компания беріп тұрған ақшалардың бәрін алып қалуға болады. Және 24-25 августте Риксос Боровояға баруға болатын мүмкіншіліктер бар. Енді, в общем, тез айтып шыққан сияқты бәрі. Осындай жаңалықтар бар, керемет жаңалықтар емес па да? Яғни келесі осы жылы сентябрьде 24-25 мега форум және банкет директоровқа, мега фестқа, яғни одан қалды Боровояға баруға болатын мүмкіншіліктер бар. Сол мүмкіншіліктерді жібермейік, сол мүмкіншіліктерді пайдаланайық, бірге қатысайық, бірге сондай үлкен кездесулерде кездесіп, сахнада ортада жүрейік деген тілек айтқым келеді сіздерге. Сол, осымен эфирімді аяқтаймын, көп уақытты алмай ақ қояйын. Тездетіп өздеріңіз запистен болса да артынан асықпай қарап шығуларыңызға болады. Бәріңізге сәттілік, қайырлы түн, сау болыңыздар.